Баршаңызға сәлем. Бүгін не тамақ жасасам екен деп бас қатырып жатқан болсаңыз, осы жылдам әрі дәмді тамақты жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Табамызға майды құйып, оның үстіне фарш салып, фаршымызды қуырып аламыз. Бетіне пияз салып, пиязымыз жұмсарғанша тағы да қуырып аламыз. Үстінен дәміне қарай тұз, бұрыш салып, қуырып болғасын бір бұрышқа қойып, біз мұнда картошкадан пюре жасап аламыз. 5-6 картошканы езіп, пюре жасап, дәміне қарай тұз бұрышын салып, дайындап аламыз. Сосын осындай формамызға жаңағы қуырып алған етімізді бірінші қабатқа төсеп, сосын оның бетіне екінші қабатқа жаңағы пюремізді салып, бетін тегістеп шығамыз. Ең соңында үгітілген сырымызды бетіне сеуіп, 180 градус пешке 10-15 минутқа сыр ерігенше қойып пісіріп аламыз. Осымен тамағымыз дайын.